Құрметті мұғалімдер, сіздерге дайын тапсырмалары бар платформа туралы айтып өтейін. Ол үшін Google-ға Learning Apps деп жазамыз. Әрине, бұл қолыңыз тимей жатқан кезде дайын тапсырмаларды жүктеу үшін керек платформа. Мына бірінші тұрған сайтқа кіреміз. Сол кезде осындай бет ашылады. Бұл сайтқа бірден тіркеліп те алуға болады, немесе тіркелмей-ақ бірден дайын тапсырмаларды пайдалана беруімізге болады. Поиск деген жерге керек тапсырмаңыздың тақырыбын жазасыз. Мысалы, мен мына жерде Сұлтанмахмұт Торайғыров деп жазамын. Соған қатысты тапсырмалар керек. Міне, осылай бар тапсырмалар шығады. Біреуін таңдаймыз ішінен. Мынадай тілді ауыстырасыз ба деген сөздер шығуы мүмкін. Әрине, ол керек емес бізге. Және тапсырманы көреміз ары қарай. Міне, Сұлтанмахмұт Торайғыров туралы тапсырма тест үлгісінде екен бұл. Бұл тест үлгісін ұнаса сақтап алу үшін мына батырманы басамыз. Сол кезде мынадай терезе ашылады. Бұл создать новый аккаунт дегенді басып, өзіміздің электронды почтамыз және 2 рет қайталай отырып паролімізді жазамыз. Одан кейін астындағы птичка қойып, сосын суретте берілген әріптерді жазамыз. Создать конто дегенді басамыз. Сол кезде біз міне тіркелдік және өзіміздің сақтаған Сұлтанмахмұт Торайғыровқа қатысты тапсырмамыз да осы бетте тұр. Сұлтанмахмұт Торайғыровқа қатысты тағы да бір тапсырманы жүктеп алдым. Әрине, осылай қалауыңызша көптеген тапсырмаларды жүктеп алсаңыз болады. Тапсырмалардың бәрі осылай сіздің өзіңіздің аккаунттың ішінде сақталып тұрады. Мысалы, менде қазір 2 тапсырма ғана тұрса, сізде мысалы 10, 20, 30 тапсырма тұруы мүмкін. Солардың ішінен керек тапсырмаңызды тез табу үшін мына жерде тұрған поискке жазып, тақырыбын сөйтіп тауып алсаңыз болады. Сұлтанмахмұт Торайғыровқа қатысты сақтап алған екінші бір тапсырманы сіздерге көрсетейін. Бұл мынадай хронологиялық кесте өсу ретімен жазамыз. Мысалы, міне біреуін белгілеп көрсетейін. Тексерген кезде дұрыс белгілегендер жасыл, ал дұрыс еместер қызыл болып тұрады. Солай оқушыларыңызға өте қызықты тақырып тапсырманың бір түрі. Бұл платформаның тағы бір мүмкіндігін көрсете кетейін. Егер сіз тапсырмаларға өзгеріс енгізгіңіз келсе, мына тұрған создать подобные упражнения деген батырманы басамыз. Сол жерден қатесін түзегіңіз келсе, қатесін түзеп, болмаса тағы бір сұрақтар қосқыңыз келуі мүмкін, варианттар қосқыңыз келетін шығар. Соларды осы жерде жазып, сосын сақтап алсаңыз болады. Әрине, ол тек сіздің логиніңіздің, сіздің аккаунтыңыздың ішінде сақталып тұрады. Қажет кезде сабағыңызға пайдаланып отырасыз. Өзгеріс енгізген тапсырмаңызды сақтау үшін завершить етіп показать предварительный просмотр дегенді басамыз. Сол кезде енгізген өзгерістеріңізбен қоса сақталып тұрады. Сақтау үшін соңғы қадам сохранить упражнение деген батырманы басамыз. Енді міне мынадай жазулар шығады. Бұл жерден байқап отырғандарыңыздай, осы тапсырманы басқалармен бөлісуге болады. Сілтемесін копировать етіп аласыз да, WhatsApp топтарға, Telegram-ға салып, оқушыларға бөліссеңіз болады. Learning Apps платформасының басқа да мүмкіндіктерін сіздерге көрсете кетейін. Ол үшін назад деген кері батырманы басып, басты бетке келіп аламыз. Осы жақта біздің сақтаған тапсырмаларымыз тұр. Мұқият қарасаңыздар, мына жерде карандаштың, суреттің, сосын папканың суреттері тұр. Осы папканың үстінен басқан кезде осы тапсырмамызды бір арнайы папкаға салып қойымызға болады. Біз әрине мына жердегі папканың атын өзгертуімізге болады. Мысалы, Айгүл деп қойсаңыз болады. Мысалы, Абай деп, Сұлтанмахмұт деп өзгертсеңіз де болады. Мысалы, жазамызда папканы создать дейміз. Сосын тапсырманың үстіне барып, жаңа папканың үстін басамызда керек папкамызды таңдаймыз. Сол кезде осы қажетті папканың ішіне сақталады. Мен мына жерде атын қайтадан да өзгертуіме болады. Мысалы, Торайғыров деп жазып қойдым, және қалған тапсырмаларымды да сол папканың ішіне салып қойдым. Құрметті мұғалімдер, осылайша сіздерде өзіңізге керекті тақырыптар, қай пән болсын, қандай тақырып болсын, барлығын осы платформадан тауып, алдын ала осылай сақтап, дайындап, папкілерге салып қойсаңыз болады. Мысалы, Абайға қатысты, немесе қазақ тілі папкасы деп ашып, соған қатысты тапсырмаларды да салып қойсаңыз болады. Бұл платформаның ішінде ребустар да бар, хронологиялық кесте бар, тест үлгісінде де бар, немесе бос орынды толтыратын, кәдімгідей жазу жазып толтыратын сондай түрлері де бар. Тапсырманың түрі өте көп. Өзіңізде құрастырып, өзіңіздің аккаунтыңызға салып сақтап қойсаңыз болады. Learning Apps платформасының ең керемет ерекшелігі сол, оған тіркелмей-ақ пайдалана берсеңіз болады. Google-ға тересіз де керек тақырыбыңызды теріп, сабақтың үстінде бірден пайдалана беруіңізге болады. Әрине, бұл уақыты жоқ, немесе уақыты тығыз мұғалімдерге таптырмас мүмкіндік. Құрметті мұғалімдер, айтқан ақпараттарым пайдалы болса, лайк басып, тіркеле отырыңыздар, таныс әріптестеріңізбен бөліссеңіздер де болады. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий бөлімінде қалдырыңыздар, мен міндетті түрде жауап беретін боламын.